Тізе ауруы жаста да, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Егер тізеніздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Қатты ұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанынан белгі береді. Артроз бен артрит 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың, буынның қақсап, сырқырап ауруына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Егер аяқтың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-дом жасаңыз. Фольга өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардың алдында тізенізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Тағы бір айта кететіні, егер тізенің айналасы ісініп ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізенің айналасына сіндіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына да жағуға болады. Бір келке етіп жағып болған соң, сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан ақ 10 нәтижесін байқайсыз. Аяқтың буыны ауыратын адамдар көп қимыл жасау керек. Көп жүргені жақсы. Күнделікті белгілі бір қашықтықта, әсіресе биікке және төменге қарай жүру, дене жаттығуларын жасау ауруды асқынудан сақтайды. Буыны ауыратын адамдарға әсіресе отырып тұру жаттығуының пайдасы көп. Бастапқы кезеңде 15-20 рет отырып тұрсаңыз, кейін мұны 100-ге дейін жеткізуге болады. Қаншалықты көбірек болса, соншалықты өзіңізге тиімді, бірақ бұған біртіндеп үйрену керек. Тізеңіз үнемі қимылда болатын болса, ортасындағы сілекейлі сұйықтық кеуіп қалмайды. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.